Егер сіздің қолыңыз үйіп қалатын болса, оның ең жиі кездесетін 3 түрлі себебі бар. Ең бірінші себебі ол мойында грыжа болса. Мынау бізде омыртқа, кішкене дәу омыртқа. Осы омыртқа, мойын омыртқадан нерв талшықтары тарайды. Оны осындай ортасындағы дисктерден грыжа шығатын болса, мынау нерв талшықтарын қысады да, сіздің определенный бір саусағыңыз үйі бастайды. Яғни мынау саусақтар болуы мүмкін, мынау саусақ. Ол кезде сізде грыжа бар деген сөз. Екінші себебі ол синдром кубитальный канал дейді. Яғни мына жерде кубитальный каналда нерв талшықтары қысылады. Оның енді воспаление болуы мүмкін, немесе басқа да бір себептер болуы мүмкін. Ол кезде сізде осы жеріңіз үйіп қалады. Үшінші себебі синдром карпального канала дейді. Тура осы жерде нерв талшықтары өтетін бізде канал болады. Сол жерде воспаление болатын болса, ұзақ уақыт мышка ұстайтын болсаңыз, сізде синдром карпального канала болуы мүмкін. Егер осындай симптом болса, невропатологқа қаралыңыз.